Ассалаумағалейкум. Бұл кітапшада жазған 5-ші тақырыбым ол сенім. Бір күні Мейрам аға біздің үйге қонаққа келді. Шай ішіп отырып әңгіме құрдық. Ол кісі және әйелі жүйке жүйесіне байланысты мүгедектер қатарында. Соған байланысты зейнетақы алады. Алланың қалауымен 2 ұл баласы есі сау болып өседі. Біреуі жоғары оқу орнын бітіріп, осы күні дәрігер қызметін атқарып жатыр. Екіншісі де колледж бітіріп, әскери борышын өтеп, осы күні қызмет істеп жүр. Шынын айтқанда, әңгіме барысында көп әңгімесіне мән бермедім. Бірақ ол кісінің бір әңгімесі есімде қалып қойды. Алланың қалауымен. Баласы бір күні әкесіне: «Алла, Алла дейсің. Алла саған не берді?» деп сұрақ қойған. Сол кезде Мейрам аға: «Алла маған сендерді берді» деген екен. Мен бұл сөздеріне ойланып қалдым. Кейін Мейрам ағаның орнына өзімді қойып көрдім. Алайда мен дәл солай жауап бере алмайтынымды түсіндім. Қаншалықты 5 уақыт намаз оқысам да, қаншалықты ораза ұстасам да, қаншалықты Құран аяттарды, хадистерді оқысам да, менде жүрегімде ондай иман, Құдайға деген сенім жоқ екен. Біз өзімізді біреуден артық көріп, тәкаппарлық танытамыз. Осылайша ілесіп кетеміз. Кейде біреуміздің бір-бірімізді «Сен Құдайға сенбейсің», кәпір деуге дейін барамыз. Бірақ бұған біздің ешқандай хақымыз жоқ. Біз қандай болсын, адамның жүрегінде не бар екенін қайдан білеміз? Әр адамның жүрегінде не бар екенін бір жаратушы Алла ғана біледі. Мүмкін ол адам Құдайға бізден артық сенетін шығар.